Еркектің ең маңызды намысының бірі болмаса, ол адам өмір сүре алмай ма сонда? Менің бала кезден бірге ойнап күлген досым болған. Есімі Гүлжан. Қарапайым, өте қатты қарапайым қыз. Бірақ мектепте алғыр, ақылды, оқуда озат, білімді, оқудың барлығын қызылға бітірген. Бірақ таудай талап берсе де, бармақтай бақ бермепті. Ауылдағылардың «Ой, сен отырдың, жаттың» деген сөзімен өзі білмейтін, көрмеген адамға тұрмысқа шықты. Мен оның үйіндегі жағдайдың бәрін көріп біліп жүргеннен кейін үндемедім. Сол кездері өзінің ұнатып жүрген жігіті болатын. Жігітін қимады ма, тұрмысқа шығар алдында қатты мазасы, көңіл күйі болмай жүрді. Мен ол кезде ақыл айтатын ақылымда болмады. Өздерінің алыс туысының баласын Гүлжаннан сұрамай таныстыруға үйге шақырды. Ағлам бір көргеннен-ақ Гүлжанға ғашық болғаны, оның жерге қарап, көзіне қарай алмағанынан көрініп тұрды. Ағлам қара, орта бойлы, салмақты, сабырлы жігіт болып бәрімізге көрінді. Сол танысқан күннен бастап бәрі тез-тез бір айдың ішінде алып қашатын күн де келді. Гүлжан да іштей өзін өзі көндірді ме, үндемей, не ыстық, не суық болмады. Туыстары өздерімен қуанып, билеп, ән айтып, жоқ бақытты тілеп, ішіп, соғыстырып тойлатуда. Мен сол үйде көмектесіп жұмыстар істеп жүрмін. Той да бітті, Гүлжан ұзатылып жанына құрбысы болып мен бардым. Гүлжан жол бойы бір ретте тіл қатпады. Көңілсіз отырғанына мен не дей аламын? Менің қолымнан сол кездері ештеңе келмегеніне қатты өкіндім. Өзегімді өртейтін сол оқиғаны ертерек білгенімде ғой. Осындай сансыз сұрақтармен тойға емес, өлімге бара жатқандай сезіндім. 3-4 сағаттан кейін Ағланың үйіне келін болып түсті. Келін болып түскен соң бәрі мәре-сәре шулап, той деп шашу шашып, Гүлжанды көруге жеңге деп кішкентайлар ұйықтамай жүгіріп жүр. Кішкентай қыздар мен балдарға кішкене жібіп, күле бастады. Әр кірген шыққан адам бақытты бол, қосанғанмен қосағар, бір жастықта қартай, үбірлі шүбірлі болыңдар деген ниетпен ақ жүректерін алып шуда. Тойдың ұрду-дұрдуымен бет ашылып кешке адамдар тарқасты. Мен әлі Гүлжанның жанындамын, ертең сені апарып тастайды, тағы бір күн қонуымды сұрады. Менің келіспеске амалым бар ма? Кешкісін үйіндегілермен шайға қалып, шай ішіп, әңгіме айтып, жөн сұрасып, 1-2 сағат отырып қалыппыз. Ағланың мамасы, жеңгелері не туралы ымдасып жатқанын түсінбедім. Кейіннен Ағланда қобалшып күліп, жадырап бөлмеге кіріп кетті. Жеңгесі бірден дастарханды жинап бастады. Мен де көмектесіп сөйлесіп жинасып жатырмын. Қайын әпкесі де әңгімеге қосылды. Артына мамасы да бал-бұл жайнап келді. Тағы да жеңгесімен көзбен ымдасып екеуі түсінгенде кейіп танытты. Бәрін жуып жайғастырып болған соң маған ішке кіріп жата бер. Төсек салынып қойды деп өздері қалды. Мен ішке кіріп ұйықтауға тырыссам да, ұйықтай алмай, ары аунап, бері аунап, таңға жуық көзім ілініп кетіпті. Таңертең ертесімен бәрі таңғы шайға тұрып, қуанып, жеңгесі сүйінші сұрап келді. Далада жуылған ақ матаны көрсетіп, сүйіншіні Ағланың мамасынан алып, жеңгесі жадырап сала берді. Сол күні Гүлжанда Ағланды көңілсіз жүрген ешкім байқамады. Гүлжанда маған ештеңе айтпады. Таңертең таңғы шайды ішіп болған соң, мен ауылға қарай жолға шықтым. Ауылға жеткеннен кейін бәрі сұрап қандай екен, қалай қарсы алды деп сұрақтың астына алды. Мен бәрі жақсы деген қысқа жауапты қайтардым да үйіме қайттым. Сол күннен кейін менде тыным болмады. Гүлжанға хабарласқым келсе де, не ойлар екен деп ештеңе істемедім. Бір ай енді өткен кезінде Ағлан қайтыс болды деген хабар келді. Төбемнен жай түскендей болды. Тез жиналып, мен де туыстармен жолға шығып кеттім. Жол бойы жасым құрғамады. Не ойларымды білмедім. Бірінші басыма келген ой, Гүлжанды кінәлі ететін шығар. Себебі көбінесе келіннің аяғы, таяғы, басы, көзі дейтін адамдар көп қой. Сол ойымның барғанда жоқтығына шүкір деп көңіл айтып Гүлжанды жұбатып отырдым. Жетісіне дейін жанында қалуымды сұрады. Адамдар ағыл тегіл шылап, бәрі қынжылуда, сұраудың ол жерде орайы жоқ. Бірақ неге асылып қалғаным басқалай себеп деп ойладым. Кейіннен адамдар кетіп екеуміз қалдық далада.
Енесі келіп ағыланымның артынан тұяқ қалса екен деп аспанға қарап, көзінің жасын сүртті де үйге қарай кіріп кете барды. Гүлжан сол сөзден кейін одан қатты жастықты бетіне басып жылайды. Есін жинап дәретханаға бара жатып, Гүлжан, менің айлығым келді. Қалай айтам енеме деп сұрады. Оған қиын соғады деп көтере алмағанына өзін кінәлі етуде. Сол түні Гүлжан алғашқы неке түні бізде ештеңе болмады. Менен ештеңе шықпады. Ағыланда тым қатты кішкентай болды. Сосын жеңгелері тексеретін білгеннен кейін менің кінәм деп өз қолын кесіп қанын төсекке тамызды. Біз неше рет тырысқанымен ештеңе болмады. Сол асылатын күні түнімен бірдеңе жазып жатқанын көрдім. Бірақ мән бермедім, ұйықтадым. Таңертең тұрсам, асылып тұрғанын көрдім. Қатты шошынғаннан ештеңе айта алмай, бар даусымен айғайладым. Бәрі жүгіріп келіп, Ағыланды құтқаруға әрекет жасауда. Әрекет болмағаннан кейін бәріміз жылап қала бердік. Мені бөлмеме әкеліп жатқызды. Сол кезде үстел үстіндегі хатты байқадым. Хатта өзінің өліміне Гүлжанды кінәлі етпеуін өтініп, кешірім сұрап, қалай жақсы көретінін жазып қалдырыпты. Маған сол күннен бері бұл жұбаныш емес ауыр зіл болды деп ауыр өкпесін айтты. Сол болмағыр дене мүшесіз де өмір сүруге болады ғой. Соның маңызы қанша? Еркектердің намысы мен абыройы сол 15 өлшемдік бір дененің мүшесі емес пе? Соған бола адам өзін өлтіре ме деген сұрақтарды қойып, өз сұрағын жауабы өзі тапқандай болды. Естіген құлағымды жазғырып, неге, қайдан естідім деп өзімді жазғырдым. На шындықты не үшін естідім? Мені сол ойлар ұзақ уақыт санамнан сейілмеді. Бәрі сол кезде Гүлжанға жанашыр болып, кейіннен бетперделерін шешіп, оны кінәлі етіп шықты. Тіпті өз туыстары да солай ойлайтындарын жасырмады. Бәрі шіркін адамның қолында болса ғой.